Енді осындай документім бар. Осы документті адам оқитын дәрежеде қолайлы. Бір екі сурет қойып практикада істеп көреміз. Так, документті Ctrl-A деп сайлап алдым. Times New Roman бірден. Times New Roman сайлаймын мына жерде. Times New Roman. Мына жерде көрінбей тұрған болса да, уже сайланды. Times New Roman. Мына шрифт өзгерген болса, сайланды дей берің. Сөйтіп 14-ші размер болады. 14-ші размер болғаннан кейін мына жерде интервал деген зат бар. Осыны интервал деген өшіремін. Бар болса, удалить интервал деген болып тұру керек. Удалить болып тұрса, удалить етіп тастаймын. Сөйтіп 1,5 аралық қоямын. 1,5 аралық қойылды. Енді мына жерде қараң, тексттер былай қисайып тұрыпты, көрдіңіз бе? Мынаны жақсылап қарасаңыз қисайып тұрыпты. Ол зат болмау керек. Ctrl-A-ны қайтадан сайлаймын, мынаны текстеймін. Соны текстледім. Енді әрбір тексттің заголовкын ортаға қойып шығайын. Мынау заголовок делінеді. Соны мынау жирный қылдым, ортаға қойдым. Мына спискіге ұқсап тұрыпты. Спискіні бір деген бастам, спискі болды. Осындай қылып, енді мынау әр бетіміз отдельно болсын, бөлек-бөлек. Оны ставка, макет. Мына жерде разрывы деген бар. Разрывы дегенде страница дегенге басамын. Страница дегенге бассам, бір бетке өтті. Енді мынаны да басқа бетке өткенмен, мынаны разрыв дегенге, страница дегенге өткенмен. Мына жерде басқа бетке өттім. Мынаны заголовок, ол да мына ортаға қоямын. Мына жерде бір enter түсейін. Мына жерде жирный қылып қоямын. Жирный, мына жерде так, осы жерде қайттан мына бір бет түсім керек. Ставка, макет, страница дегенге түсемін. Мына ортаға түсу керек. Ортаға түседі. Жирный қылып қоямын. Сондай қылып, өмір жастылығы деген заголовок бар. Онда жирный қылып қоямын. Отдельный бетте болу керек. Макет, разрывы, страница деген бастым, қойдым. Сондай қылып документті істеп шығуымыз керек. Әдебиет үйретушілігі деген зат бар екен тағы. Бір enter түсемін. Жирный қылып қоямын. Сондай қылып макет, разрывы, страница дегенге басамын. Болды. Шығармалар деген бар екен. Шығармаларын да ортаға қойып қояйын. Осындай қылып, жирный қылып қоямын. Болт дегенге. Сөйтіп, ставка, разрывы, страница деген басамын. Спискіге ұқсап тұрды. Списк қылып жіберген, адамға қолай болады сонда оқуға. Енді әрбір абзацтың аралығында 1,5 сантиметр болсын. Оны қайтып қоямыз. 1,5 сантиметр деген мынандай болып тұрсын деген. Әр абзац. Оны қайтемін, Ctrl-A-ны сайлап аламын. Сөйтіп мына жерде линейка деген қосып аламын. Линейка видтің ішінде, вид деген вкладкада линейка деген қосылу керек. Сол жерде мына жоғарыдағы 3 бар. Мына жерде жоғарыдағы 3, 1,5 деп қоямын. Сонда мына жерде қимылдайды. 1,5 ямаса мына жерде Ctrl-Z басамын, хаммесін сайлап аламын да. Мына жерде другие варианты деген бар. Мына жерде другие варианты дегенге басамын. Главный вкладканың ішіне абзац бөлімінде другие варианты, первая строка дегенде 1,5 деп жазамын. 1,5. Окей деймін. Сонда 1,5 сантиметр болады. Так, 1,5 болмай қалды, 1,4 болып кетті. Қателесіп кеттім. 1,5. Қате емес, дұрыс болды. Ручной қойып жіберейік, осындай алып. Ручной қойдым. Қолда, мына жерде қартайған уақытта балалығы деген заголовок қалып қойыпты. Оны да отдельно бір бет қылып жіберу керек. Макет, разрывы, страница деп. Отдельно бір бет болу керек. Осындай болды. Енді документіміз істенді. Бірінші бетінде, мынау бірінші бетіміз бар. Берді Қарғабайұлы. Оны да ортаға қойып қояйық. Мына жерге ортаға қойдым, жирный қылып қоямын. Оны мынандай қылып тұрса болады. Мына шеттерінде мынандай болып тұрмақ қойсын. Так, енді мына жерде вид емес, макеттің конструктор деген ішінде әртүрлі вариант қылып қойсам барады. Граница қылып қойған бірінші бетіне. Граница деген мен мына жерде всему документы деген хамес, мына жерге сайладым. Всему документ хамежеге болып кетеді, қарам. Граница біреуін сайлауым керек. Всему документу, окей деген бастым, хамежеге қойылды, көрдіңіз ба? Осыны граница деген зат тек первый страница дегенге басамын, тек бірінші бетке қойылады, көрдіңіз. Бірінші бетке қойылып тұру керек. Осыны сәл кішейтемін, мына жерге төмендегі 4 бассаңыз былай тартылады.
мынаны да былай қойып қойсам болады. Так, сондай қылып қойдым. Подложка қойсаңыз болады. Мысалы, кім таярлаған, мысалы, настраиваем подложка деймін. Бір вариантын сайлаймын. Настраиваем подложка. Осы жерге, мысалы, кітап, образец кітап. Кітап деп жазамын. Осы жерде қызыл болып тұрсын, қызыл қылып қоямын. Образец кітап деп тұрды. Енді соны кітап. Енді мына жерде сурет қою керек. Сурет қою қалды. Енді мына жерде балалығы деген отдельный бет болу керек. Разрыв страница макеттің ішінде разрывы страница деген басамын. Отдельный бет болды. Осындай документ полный істенді. Енді бір-екі сурет қояйық, мына босықларға осындай қылып, мына жерде поиск Google Chrome'ға кіремін, немесе Edge'ға кіремін, мына жерге жазамын бердақ. Картинка болып қоямын. Так, қайдан бір картинка дегенге барамын. Картинканың үстіне басамын. Мишканың оң жағын басып, копировать картинку деген барамын. Копировать етілді. Мына жерде Word'ымды ашамын. Alt Tab деген комбинациямен мынаны былай істеп жатырмын. Alt'ты басып тұрасыз, Tab'ты басасыз. Осы Word'ға келесіз ғой, жібересіз, болды хаммасын. Так, мына жерге сурет қояйын бас бетіне. Мына жерге бардым, ешкім Ctrl-V деп қоямын. Так, сәл үлкен болып кетті. Оны формат рисунка сверху снизу деймін да, мына жерге қойып қоямын, мына жерге қойып қояйын. Сәл кішірейтемін, сонда текстін осындай болады. Осындай қойсам болады. Так, бір сурет қойылдым, енді тағы 3-4 сурет қойсам болады. Мына жерде бір сурет копировать картинку деймін. Копировать картинку. Мына жерге қойып қояйын. Болды. Осыны сәл кішірейтемін мына жерге. Енді сәл орталауға қою керек болса, обтекание перед текстін деп қойсам да болады, парқы жоқ. Осындай қылып қоямын. Осындай қылып қоясыз суретлерді. 3-4 сурет қойылды. Осымен практикамыз тамам. Осындай қылып істеп көріңіз өздеріңіз. Интернеттен қалеген бір текстіңізді аласыз, істеп көрің. Интернеттен алсаңыз болады, мысалы, интернетте жазасыз. Мына жерде все деген ішінде қалеген бір текст бар. Мына жерде бердақ деген шықты. Қараң. Мынаны полный Word'та істеп қайталап көрің. Енді бірақ интернетте текст копировать етіп отқан болсаңыз, Ctrl-C деген басасыз ғой, Ctrl-C копировать. Осы жерде біз текст қойып отқан болсаңыз, мишканың оң жағын басқан уақытта мынаны сайлап қойың, яқшы ма? Құры текст қойылсын, яқшы ма? Болмаса деген мынаны сайлап қоймасаңыз, Ctrl-V десеңіз, мына көк жазулар түсіп кетеді. Гиперссылка деген затлар түсіп кетеді. Оның гиперссылканы түсірмең, обычный текст қылып қойың. Сохранить етемін. Болды. Документіміз шығамын.